Сәлем достар, сіздермен қайтадан май күзет арнасы. Бүгін біз FIFA Mobile'ның екінші частысын түсіретін боламыз. Бүгін біз кеше біз Мароккоға қарсы ойнап неше ойнаған болатынбыз, ал бүгін біз Канадамен ойнауға тырысатын боламыз. Әрине жеңуге тырысатын боламыз. Кеше біз танысып состав құрадық. Міне біздің состав осы. Мен Хорватияны таңдадым. Себебі Хорватия маған өте қатты ұнайды. бір жылдар, яғни 2018 жылы финалға дейін жеткен болатын. Мен сол финалды жалғастырып 2022 жылы осы турнирда Хорватияға кубок алып беретін боламын, чемпионат мираны. Мен әзірше новичокта ойнағатым. Новичок жеңгеннен кейін профессионал соларда ойнайтын боламын. Мен FIFA 23-ті кеше ғана жазып алдым, сондықтан новичок ойнап жатырмын. Ал біз бүгін Канадаға қарсы ойнайтын боламыз. Канадада бұлай легионер атақты ойыншы дейтін болсақ, бәріміз білетін Альфонсо Дэвис бар. Альфонсо Дэвис Баварияның левый защитник, ал Канадада ол галфашник болып ойнайды, левый фланговый атакующий болып ойнайды. Ал бізде атақты да мықты Лука Модрич бар. Реалдың жүрегі, яғни. Дэвис ал левый венгер болып ойнап жатыр. Чуть-чуть қатып отыр. Дэвис өмірде дейін жақсы ойнайды. Мұна FIFA-да да жақсы шығар деген ойдамын. Ол екі позицияда да ойнай алады. Біреу левый полузащитник, біреу левый венгер, біреу левый защитник. Сол себепті ол защитаға да жақсы және шабуылға да шыға алады. Маған сондай уникалды ойыншылар ойнайды, универсалды ойыншылар ойнайды, екі позицияда ойнайды. Неймар да екі позицияда ойнай алады. Достар, мен қазір паузаға қойып тұрайын. Біз жалғастырамыз. Топ Гвардиолда және де Карамакич ашыл. Удар, қақпашы керемет сейв жасаған болатын. Бізде угловойда Модрич келеді. Гвардиол. Бізде нарушение болды дейді. Оны қайталамады жөт. Канада бізге қарсы шабуылға шықты және де біз тоқтата алмадық. Айшеро ашылып, Соса қорға. Керемет қорған болатын, бірақ добал оларда. Және де бізге Давид гол салып кетті. Бізге ұтылмау керек, себебі ұтылсақ біз групповой этаптан шыға алмай қаламыз. Иван Перисич. Бізге қалай да олса ұтылмау керек. Хотя бы ничего ұстап қалу керек. Штрафын үспене ана. Нағылды? Аяқтағы Ловрен. Корпусын екенлер шеш. 22-де бұны соңғы. Корпусын кейтін. Бұнда қас. Чемпион қалған ба, немене өреді осы? Кавакич гол салды және де есеп теңесті. Бізге жеңуге тырысам екен, жеңе аламыз ба екен, қазір тексеретін боламын. Бізге қалай да болса жеңу керек, себебі бізде бір очко, егер мынаны жеңетін болсақ бізге 3 очко береді. Сол кезде біз екінші орынға көтерілетін боламыз. Біз әзірде екінші орында тұрмыз, бірақ бізге ұстап қалу керек екінші орында. Бельгиямен матчта осы матчтан кейін Бельгиямен матч болады, сол кезде ұтылып қалмау керек бізге, достар. Так что Канадамен матчты жеңу керек. Ұтылып қалсақ бізге қиын болады групповой этаптан шығуға.
Қайта ниче, играть ниче, ұнамытма что-то. Давай, Лука Модрич. Топ Дэвисте, Альфонсо Дэвис. Және де қателескен болатын Дэвис. Пас қойма, чоза удар басып жүрді ма? Достар, кешіріңіздер мына аяқтар. Лучший Модрич. На. Иван, Ракитич қайда? Қолға тиген жоқ па не ана? Ана рука болса білмеймін. Рука болмаса тұр. Нарушение бұзылды дейді. Бірақ судья ешқандай фол берген жоқ. Және де Соса нарушение, да? Кімнің тарапынан кеткен? Анау судья екен ғой, судьяға байқамай. Перисич, Иван. Перисич. Енді доп қақпашы да, қақпашы. Ларияға доп берген болатын, және де Истакио. Топ Альфонсо Дэвисте. Альфонсо Дэвис. Мен чозам машина етті. Қақпашы бізде керемет сәуі жасаған болатын. 90-шы минутта. Және де бізге допты қайтару керек. Гвардиол шабуылға шықты. Қорғаушы. Тағы да бір кішкене минуттар қосылғанда Гвардиол гол салатын деп. Біз енді осы матчтан кейін тағы бір матч ойнайтын боламыз. Ниче ұстағанымыз қате болды біздің. Бельгия өзінің 2 матчында да жеңіске жетті. Біз қазір Бельгияға қарсы ойнайтын боламыз сразу. Ешқандай дайындықсыз Бельгияға қарсы ойнаймыз. Бельгия что-то опасно. 2 матчтың 2-інде жеңді. Бізге ұтылып қалмау керек, не болса да. Бізге жеңу керек, естілі. Жеңбесек, әйтпесе біз жеңбесек групповой этаптан шықпай қалуымыз мүмкін. Так что жеңу керек. Карамакич 4-ші минутада есепті ашқан болатын. Оған подача берген Иван Перисич гол соғылды, және бізге осы счетті ұстап қалып, немесе жеңіске жету керек. Лукаку допты ойынға қосты. Доп Азарда. Майерді алдап соқты. Доп Азарда. Азар. Эден Азар Тилемансқа пас берді. Және де доп Майерде. Майер Карамакичке. Және де бұл жерде қорғаушылар өз командаларын құтқарып қалған болатын. Топ Мейнерде. Мына командада 2 Азар бар. Біреу Эден Азар, біреу білмеймін. Қарлық қате. Так. Көзір қақпашылан допты ойынға қосады. Карамакичке бергенен көріп, кімге беру керек? Перисичке, Иван Перисич. Бұл командада еще Де Бруйне бар, оны паста деген ой. Тура барады ой. Бізден мынақта ойын бастап кетті. Жоқ, әлі басталмаған екен. Топ Де Бруйнеде, Де Бруйне 7-ші нөмірді алып алыпты. Ситиден 7-ші нөмірмен ойнайтын еді. 14-пен бет, 17-мен бет. Автор. Қатып қалып Пинк. Чоза Пинк мынау. Қол терлеп атыр. Жеңісті ұстап қалу керек, не болса да. Жермен берсек, жермен. Олардың защитниктері өте мықты екен. Бельгиядан онша мықты защитник білмеймін, или біздің шабуылшылар шамалы екен әлде. Шабуылшылар әлсіз емес, бірақ
Ромелу Лукаку Мейнерге пас берді, және де біздің қақпашысына қорғаушы құтқарып қалған болатын бізді. Ойынның бірінші таймы аяқталды, және де үзіліссіз екінші раунд басталып кетті. Екінші тайм. Енді бізге 45 минут осы шот ұстап қалу керек, немесе жеңіске жету керек, қалай да болса. Де Брuyненің пастары керемет, пас бермеді. Ковакич керемет ашылған болады. Персич, ашылыңдаршы ештеңдер. Не, Крамакич ашылмай тұр. Бұл жерде фол болған болатын, кімнің тарапынан кеткен? Біздің тараптан кеткен екен. Походу. Опасный болған сияқты. Бразович, шықты ғой. Пойди Бразович, Милан Бразович бет, Марсело Бразович бет. Опорный сияқты ол, да? Эден Азар, пойди. Де Брuyнеге өте керемет пас бер. Де Брuyне мұнда жүр. Мейнерге пас берген болатын, және де бұл қорғаушылар құтқарып қалды. Бразович ойынға қосылды. Бразович жақсы ойын көрсетеді деген ойдамын. Тағы 67-ші минутта бізге осы шот ұстап қалу керек. Қалай да жеңіске жету керек. Соса жақсы ойын көрсеткен болатын. Майер ашылып келе жатыр. Иван Персич, Крамакич. Топтан айырылып қалмаса екен. Дальний удар. Бұл жерінде қақпашының сейфі Куртуа. Өте керемет сейф жасаған болатын. Куртуа мекен. Так, Персич ауысу керек па екен? Или ауысты мекен? Ауысу керек па? Бізде Бразович керемет отбор жасаған болатын. Пас. Қайда береді мына Бразович? Керемет пас беретін жерде. Пасалич те шаша қалыпты. Походу ауыстыру керек. Карасконы Модрич тоқтатқан болатын. Және де қайтадан Караско. Давай. Суй. Және де уақыт аяқталды, жеңіске біз жеттік. Бізде Крамакич 4-ші минутада Крамакич гол соқты. Басқа ешқандай голдар болған жоқ. Точность паса 73-85, владение 44-56. Нарушение, біз бір нарушение жасаған екенбіз. Бельгияны жеңіп, және де біз екінші орынды ұстап қалуымыз керек. Поздравляем с выходом в плей-офф. Біз плей-оффқа шықтық. Испаниямен ойнайтын боламыз қазір. Составпен Испанияға қарсы. Испанияда жастар көбейіп кетті, пойди. Қандай жастар бар еді? Аргентина бар бізде. Сенегал, Уэльс, Аргентина, Дания, Испания, Хорватия, Бразилия, Уругвай, Англия, Голландия, в общем, Нидерланды, Франция, Мексика, Бельгия, Германия. Бельгия мен Германия бір-біріне қарсы ойнап тұр. Өздерінің туларда бір-біріне қатты ұқсайды екен. Португалия мен Сербия. Сол осылай. Келесі частында достармен 1-8 финалда ойнайтын боламын. Бізден награды. Групповой этапқа турниріне берілмеген. Мынау не үшін керек, соны комментария жазып кетесіздер ме? Нарсынан. События. Мына достар тағы да көрсетіп жіберейін. Мынау менің составым, қалай нормально ма, нені ауыстыру керек, нені дұрыстау керек, жазып кетіңіздер. Мына Пепені алдында бәріне тегін берген болатын. Гонзалес,
неден Хеллоуиннан түсіріп алдым. Гонзалес, Суарес, Бекхэмді бәріне тегін берді. Гюлитті тегін берді. Херераны түсіріп алдым Хеллоуиннан. Хектор ма соны сатып алдым. Кордианс сатып алдым. Бенземаны сатып алдым. Пелигриниді пактан түсіріп алдым. Куртуаны сатып алдым. Осымен біздің видео соңына жетті. Сау болыңыздар достар. Үшінші түсірейін ба? Үшінші частьте тағы басқа не түсірейін, соны комментария жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.